Сәлем достар, Білгіш Квиз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен эмоций арқылы 30 мақал мәтелдерді табатын боламыз. Әр тапсырмаға 10 секунд беріледі, әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпай. Ал кеттік, бастайық. Ит жоқта шошқа үреді. Келесі мақалды ойланып көрейік. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарады. Ал мынаны таба аласыздар ма, достар? Гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі деген мақал. Жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді. Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді. Баласы жоқ үйдің иті ерке. Судың да сұрауы бар. Ал мына мақалды таба аласыздар ма, достар? Оңай деп ойлаймын. Тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа. Балалы үй базар, баласыз үй құлмазар. Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер. Ойыннан өрт шығады. Анасын көріп қызын ал. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық. Нан бар жерде ән бар. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп. Жақсы ит өлігін көрсетпейді. Ал мына мақал тіптен оңай. Бала тілі бал.
Айтылған сөз атылған оқпен тең. Жігітке жет өнерде аз болады. Жүз теңген болғанша 100 досың болсын. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді. Көз қорқақ, қол батыр. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Үйлену оңай, үй болу қиын. Ас атасы нан. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің ірісі артық. Сабыр түбі сары алтын. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Әзілің жарасса, атанмен ойна. Достар, осымен ойын аяқталды. Кім қанша мақалды тапты, астына комментарийға қалдырып, ойын ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.